Енді біз Excel бағдарламасын қолдана отырып керемет диаграммалар жасадық, және бізге сату менеджерлерінің 2016 жылдың 4 тоқсандық сату көрсеткіштері бар осы гистограмма баған диаграммасын бөлек таңдадық. Енді осы графиктің стилін өзгерткіміз келеді. Біз үшін ол корпоративтік тақырыпқа сәйкес келетіндей жасау керек. Дәл қазір бұл бізді сәл шатастырады, өйткені қызғылт сары және сары біздің бәсекелес бизнесінің қолданылатын түстері. Біздің жұмыста диаграммалар мен графиктердің көпшілігі көк, сұр, қара реңктерде болады. Сонымен Excel бағдарламасының бізге қалай көмектесетінін көрейік. Диаграмманы таңдау үшін диаграмманы нұқыңыз. Енді таспада диаграмма құралы қойындысы, оның ішінде дизайн қойындысының пайда болғанын көресіз. Соны ашыңыз. Сол жағында экспресс макет түймесі диаграмманы жылдан басқа түрге өзгертуге көмектеседі. Мысалы, бұл батырма диаграмма сипаттамасын оңға жылжытады. Яғни диаграмманы қалауыңызға қарай әртүрлі қылып ұйымдастырудың бірнеше жолы бар. Енді мына түрін таңдайық. Мұнда сіз әр бағанның жоғарғы жағында сатылым көрсеткіштері жазылғанын байқайсыз. Оған қоса, әр сату менеджерлерінің бағандары бір-бірінің жанында, ал келесі сату менеджерлерімен арасында аздап үзіліс бар. Енді түстерді өзгерту темесін басыңыз. Бізге диаграмманы көк реңктермен басып шығару керек. Бізде түрлі түсті монохроматикалық таңдаулар бар. Біз көк реңкті монохроматикалық таңдауды басайық. Бұл көк түс, алайда мына түстерден бағандарды ажырату қиын, өйткені көк реңктері бір-біріне өте ұқсас. Ол басып шығарылғаннан кейін көк реңктері арасындағы айырмашылық одан да түсініксіз болады. Сонымен Excel бағдарламасы бізге бұдан әрі қалай көмектесе алатынын көрейік. Түстерді өзгерту темесін басыңыз. Мына түрлі түсті қойындыны қолданып көріңіз. Енді бізде көк түстің әртүрлі реңктері, сонымен қатар әртүрлі бағандарды оңай бөлуге және әртүрлі кварталдарды байқауға көмектесетін сұр түстер бар. Сіздің компанияңызда компания үшін ерекше түс схемалары бар болуы мүмкін. Сондықтан осы нұсқаларды қарап шығыңыз және жұмыс істейтін жеріңіздің корпоративтік тақырыбына сәйкес келетін түс схемасын таңдаңыз. Сізге ұнайтын түстерді таңдағаннан кейін Excel бағдарламасында диаграмманы жылдам сәндеуге мүмкіндік беретін әртүрлі диаграмма стильдері бар. Осылардың барлығын ашып және қайсысы сіз үшін жұмыс істейтінін көріңіз. Мен осын таңдаймын. Өйткені сату менеджерлерінің атаулары төменгі жағында бас әріптермен анық көрсетілген. Ал сату менеджерлерін бір-бірінен жіңішке тік сызықпен бөлінген. Содан кейін әр бағанның ішінде әртүрлі тоқсандағы сату көрсеткіштері көрсетілген. Осылай менде бағанның визуалды көрінісі пайда болды. Диаграмманы Excel-де стильдеп қана қоймай, оны мүлдем басқа диаграммаға өзгертуге болады. Мына Customer Type парағын таңдайық. Бізде әртүрлі клиент түрлерінің салыстырмалы өлшемін білдіретін дөңгелек диаграмма бар. Қарапайым тұтынушы, корпоративті, үй кеңселік және шағын бизнес клиенттері бар. Егер сіз диаграмма түрін өзгерткіңіз келсе, диаграмманы таңдап, конструктор қойындысына оралыңыз. Мұнда сізде изменить тип диаграмма деп аталатын түйме бар. Мұны басыңыз. Енді сіз қалаған диаграмманың түрін өзгерте аласыз. Біз гистограмма, бағандар диаграммасына оралғымыз келеді. Гистограмма баған түймесін басыңыз. Тінтіреуішті жақындатсаңыз, сіз диаграмманың қандай болатынын алдын ала көре аласыз. Біріншісін таңдайық. Енді ОК түймесін басыңыз. Енді Excel сіздің дөңгелек диаграммаңызды баған диаграммасына айналдырды.